أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Құрметті бауырлар, бүгінгі мереке баршамызға құтты болсын. Алла тағала еліміздің егемендігін дайым қылсын. Халқымызды ауызбіршілікте, татулықта ғұмыр кешуін нәсіп етсін. Бүгін мынау мереке қасиетті жұма күні мен күндердің төресі мұсылман міскіндердің қажылығы болған жұма күнімен сәйкес келіп жатыр. Алла тағала баршамызға берекелі қылсын, еткен дұға тілек құлшылықтарымызды да қабыл етсін. Бұл жұма тақырыбы отанның қадірін білмеген өз қадіріне жетпейді деп сөзімізді сабақтап өрбітетін боламыз. Иншалла Алла тағала біздің естіген білгендерімізді көкейімізге тоқып, жүрегімізден орын алып, соған амалды көрініс таптыруын Алла баршамызға нәсіп етсін. Енді жалпы адам баласын Алла тағала жаратқаннан бастап адам бір мекенге, бір жерге мұқтаж. Енді адамның болмысы да тура солай бір кеңістікте болуға, тығыз байланыста болуға қажеттілік бар. Енді осы адам баласын Алла тағала жаратты. Әр қайсыларымыздың өзіміздің туып өскен жеріміз, біздің қоршаған ортамыз, біздердің тіліміз, сонымен қоса біздердің ең алғашқы естіген азанымыз, бұл нәрселердің барлығы дерлік адамның жүрегіндегі бұл ішкі отансүйгіштік, отанға деген отан ұғымын қалыптастыратын бір тірегі, негізі болып табылады. Яғни бұлардың барлығы біздердің отан ұғымын қалыптастыратын нәрселер. Енді отан деген кезде біздер тек қана бір жер, аймақ деп түсінбеуіміз керек. Қазақстан біздің отанымыз деген кезде тек қана Қазақстанның жайылып жатқан жері ғана елестемеу керек. Себебі бұл Қазақстан біздің отанымыз деген кезде бүкіл біздің тарихи жадымыз, біздің бүкіл мәдени санамыз, сонымен қоса біздердің рухани тарихымыздың тоғысқан жері бұл, тоғысқан тірегі. Міне сондықтан да біздер отан деген кезде бұл қысқа ұғыммен түсінбеуіміз керек болады. Себебі бұл отан біздердің бүкіл еліміздің өмір сүру үшін Алла тағаланың нәсіп еткен бұл тыныштық аймағы. Енді бұл нәрседе біздер қарасаңыз, әрқайсымыздың туып өскен жеріміз бар да. Осы туып өскен жерімізде біздер тек қана өсіп жетіліп қана қоймаймыз. Сонымен қоса біздер осы ортада Алла тағала туды, өсуді нәсіп еткеннен кейін біздер осымен қоса бүкіл біздердің ой санамыз осы ортаға бейімделе жетіледі. Сонымен қоса адамның ұяттық өлшемі де, яғни ішкі ақылақ мінезі де осы ортаға қарай қалыптасады. Сонымен қоса адамның алға, болашаққа деген ұмтылысы да осы жерде бағамдалады. Жүр ме? Өйткені әрқайсымыздың ортамыздың біздердің болашағымызға деген ұмтылысымыз да, біздердің ішкі жан дүниеміздің қалыптасуы, біздің ұятымыздың өлшемі де осы ортамызбен бағамдалады. Енді отан деген кезде біздің қазақ бұл тек қана мынау біздердің әлеуметтік ұғым емес, бұл тек қана әлеуметтік ұжым деп не болмаса олай қалыпта қарамауымыз керек болады. Себебі бұл біздің бүкіл халқымыздың тарихының тереңге бойлап жатқан өзегі отан деген. Сонымен қоса қарасаңыз, біздер отанымыз деген кезде біздердің Алланың нәсіп етіп осы күнге мынау егеменді елде өмір сүріп жатырмыз. Осыған жеткізген Алла тағаланың себеп қылған ата бабаларымыздың біздерге қалдырған киелі аманаты.
Сонымен қоса бұл күніміздегі біздердің әрқайсыларымыздың мойнымыздағы бұл ұлы парызымызды екеуін бірге қамтитын ұлы міндетіміз. Міне сондықтан да адамның отаннан айырылуы бұл тек қана босқын болу деген сөз емес. Бұл бүкіл болмысымыздың күйреуі, болмысымыздың құлдырауы деген сөз. Сондықтан да біздер мынау отан алдындағы міндетімізді дұрыс түсінуіміз, Алла тағаланың берген нығметінің қадіріне жету, ол деген сөз адамның шүкіршілігі мен жауапкершілігінің ең үлкен шыңы болып табылады. Алла тағала біздерге осындай мекенді, осындай жерді нәсіп етті. Бұл елдің қадіріне жетпеген өз қадіріне жетпейді дейді. Сондықтан да бұл тек қана тарихты қозғау деп емес, бәлки де біздердің өз-өзімізді тануымыз деп білуіміз керек. Бұл тек қана өткенді айту емес, бәлки де біздердің рухани қуатымыз, рухани біздердің баюымыз деп білуіміз керек. Өйткені тарих айтылынған кезде біздер тек қана онымен мақтанбаймыз. Бәлки де тарихты тану арқылы, тарихты білу арқылы біздер рухымызды күшейтеміз. Біздер қуаттанамыз сол нәрсемен. Сондықтан да әрқайсыларымыз біздер өзіміздің туып өскен жерімізді, елімізді махаббатпен, сүйіспеншілікпен қарауымыз керек болады екен. Міне Алла тағала адам баласын жаратты. Адам алейхиссаламнан және де Хауа анамыздан бүкіл адамды тарқатты. Сөйтіп әрқайсысына бұл жердің шартарап әр бұрышына Алла тағала жайғастырды. Осы ұлттарға бөлді. Алла тағала біздерді қазақ қылып жаратты. Қазақстан жерінде тууды нәсіп қылды. Елімізді осы жер қылды. Міне адамның жаратылуы кездейсоқ, не болмаса әр адам бостан-босқа жаратылмайды. Алла тағала осы жаратқан кезінде оның өзінің ұлтын, оның өзінің тілін, өзінің жерін, барлығын белгілеп қойды. Міне Алла тағала біздерді қазақ қылып жаратқаннан кейін қазақ жерінде өмір сүруді, осы жерде туылуды, өсуді, жетілуді нәсіп етті. Бұл жерді қорғау біздердің борышымыз, міндетіміз болып табылады екен. Міне Құранда Алла тағала «Хуаллази аншаахум минал ард вастамарахум фиха». Алла тағала былай деп бұйырады. Ол Алла сондай, ол адам баласын жерден жаратты. Одан кейін барып сол жерде өмір сүрдіріп, сол жерде көркейтуді қалады дейді. Міне имам Куртуби рахматуллах алейх белгілі тәфсірші, ұлы ғалым осы аятты ашықтаған кезінде былай деп айтады. Бұл жерде «Хуаллази аншаахум минал ард», яғни жерден жаратты деген кезде, қараңыз, жерден Адам алейхиссаламның жаратылуын айтып, жерден жаратты деген сөз адамның бастауы, жаратылуының бастауы жерден негіз алды деген мағынада дейді. Яғни өйткені Адам алейхиссаламды Алла тағала неден жаратты? Топырақтан жаратты. Одан кейін барып Хауа анамызбен Адам алейхиссаламнан адамның ұрпағын тарқатып өрбітті. Міне Құранда Алла тағала «Халақал инсана мин сольсолин кәл-фаххар». Адамды Алла тағала бұл мынау отқа күйдірілген, қақырап қалған ыдыс тәрізді тыңқ-тыңқ етіп тұрған тура сондай құрғақ балшықтан Алла тағала жаратты дейді Адам алейхиссаламды. Міне сондықтан да адамның жаратылуы топырақтан, бұл жерде «Аншаахум минал ард», яғни топырақтан жаратылды деген нәрсе, бұл адамның бастауы жаратылуының топырақтан негіз алды деген мағынада дейді. Енді сондықтан да бұл жердегі мағына бұл осылай менді, яғни бастауы, негізін деп түсінуіміз керек дейді. Сонымен қоса мынау «Истамара фиха» деп тұр ғой. Бұл жердегі имам Мужахид «Истамара фиха» дегенді «Амара» деп ашықтаған екен. Яғни «Амароның» мағынасы да Алла тағала жаратқан кезде әрбір адамға бір белгілі бір уақытқа мекен ету үшін, тұруы үшін, өмір сүруі үшін Алла тағала бір жерді жаратты деген мағынада дейді. Яғни біздерге Алла тағала мәңгілік
қияметке дейін не болмаса мәңгілік өмір берген жоқ қой. Бір белгілі, мөлшерлі өмір берді. Бұл өмірді де қазақ болып, Қазақстанда туылып, осы жерде мекен етіп өмір сүру үшін Алла тағала жаратты. Біздерге әр қайсыларымыздың жаратылуымыз жаңағыдай босына бос болмайды екен. Енді екінші нәрсе, Алла тағала осындай елді жаратқаннан кейін, біздерді қазақ қылғаннан кейін әр қайсыларымыз өз отанын сүюі міндетті болып табылады екен. Біздерде әр қайсыларымыз өзіміздің жерімізді, отанымызды айтқан кезде отансүйгіштік деген адамның жүрегін қозғайтын бір ұлы сезім. Міне бұл нәрсе біздердің жүрегімізде болуы керек. Өйткені әр қайсыларымыздың бұл туып өскен жеріміз, біздердің кіндік қанымыз тамған жер, суын іштік, ауасымен демалдық. Біздердің былайша айтқанда ата жұртымыз бұл. Ата мекеніміз. Міне осы жер үшін, елдің амандығы үшін әр қайсыларымызда тілеулес болып, тыныштығы үшін Алла тағаладан дұға етіп, тыныштығы жолында әрекет етіп, өз үлестерімізді қосуымыз керек болады екен. Өйткені бұл отанды, өзінің туған жерін сүю пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қалған бұл жол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынау Меккеден Мәдинаға көшіп жатқан кезде хижрет етіп, мынау Меккеге қарап айтқан белгілі хадисі бар, білесіздер. Ибн Аббас радиаллаху анху риуаят етіп, пайғамбарымыздың Меккеге айтқанын жеткізеді. Ма атуябака ва ахаббака илайя. Пайғамбарымыз бұл Меккеге қарап, сен қандай қадірлі, сүйікті едің мен үшін дейді. Одан кейін валаула анна қаумака ахраджуни минка ма саканту гайрак. Егерде сенің қауымың, мына меккелік мүшриктер, мені осы жерден қуып шығармағанда, мен басқа жерде тұрақ еспес едім, басқа жерде мекен етпес едім дейді. Басқа бір риуаятта да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мынау Меккеден Мединаға хижрет ету бұйырылған кезде жанында кім болды? Абу Бәкір радиаллаху анху. Ол екеуі бірінші кезде жолға шыққан кезде мынау жолсыз даламен бет алады. Үңгірге кеп, Хира үңгіріне жаңағыдай жасырынады. Одан кейін бар, осыдан кейін негізгі керуен жолына түседі. Сол уақытта Меккеге қарап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаладан дұға етіп тұрып, көзіне жас алып тебіренеді. Міне осы уақытта Алланың әмірімен Жәбірейіл алейхиссалам келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы тебіренісін жұбатады аяттың түсуімен. Алла тағала сол уақытта мына аятты түсіреді. Қасас сүресіндегі 85-ші аятты: «Инналлази фарада алейкал Qur'ан ла раддука иля ма'ад». Бұл мынау оқуға, әрі оған амал етіп, өзгелерге, үмметіне жеткізуге бұйырылған Құранды Алла тағала саған парыз етіп түсірген Алла сені әлбетте өзіңнің қимастықпен шыққан, сол қуылған Меккеге қайтарады дейді. Пайғамбарымыздың көңілін жұбату үшін Алла тағала осы аятты түсіреді. Алла тағаланың бұл уағдасы да орындалады. Алланың қалауымен Мекке фатх етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол өзінің туып өскен қимастықпен ол жерден шығуға мәжбүр қалған Меккеге оралды. Алла тағаланың қалауымен уәдесі орындалды. Міне Айша анамыз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ең алғаш уахи келген кезін еске алыңыздар. Алла тағала Хира үңгірінде уахи етті Жәбірейіл алейхиссалам арқылы. Одан кейін бар пайғамбарымыз келіп, осындай жаңағыдай қорқынышта, үрейде, осы уақытта жұбатқан кім еді? Хадиша анамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жұбатып, сен Алла тағала сені жалғыз қалдырмайды деп оның жұбату сөздерін айтып, одан кейін бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ертіп, сол Меккенің ішіндегі бір үйге ертіп келеді. Ол кімнің үйі еді?
туысқаны, ағасы болып келетін Уарақа бин Науфалдың үйіне ертіп келеді. Уарақа бин Науфалда ол өзі оған дейінгі түсірілген Тауратты, Інжілді жақсы білетін, өзінің көзі жаңағыдай көрмей қалатындай зағип әрі ол қарттық халіндегі кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ертіп келіп, Алла елшісінен өзінің Хира үңгіріндегі көрген білгенін жаңағы Уарақаға айтып беруін, баяндап беруін өтінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол уақытта Хира үңгіріндегі Жабрил алейхиссаламның уахи алып келуі, бүкіл болған жағдайдың бәрін Уарақаға баян етеді. Сол уақытта Уарақа бұл нәрсені үндеместен тып-тыныш отырып тыңдайды, естіген нәрсесін тебірене қабылдайды. Сөйтеді да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады: бұл саған келген намус Мұса алейхиссаламға келген періште ғой дейді. Яғни Жабрил алейхиссалам. Бұл Жабрил алейхиссалам екендігін айтып, сенің бұл пайғамбарлығыңды ашықтан жария еткенге дейін мен тірі болсам ғой дейді. Сен пайғамбарлығыңды жария еткен кезіңде жаныңда болсам ғой дейді да. Одан кейін бар тебіреніспен, одан кейін қимастықпен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады: сені өзіңнің халқың қуып шығып жатқан кезіңде мен шіркін сол уақытта болсам, сенің жаныңда саған жәрдемші болғанымда ет дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол уақытта таңғалып айтады: мені өзімнің халқым, өзімнің туған жерімнен қуып шығара ма дейді. Иә дейді. Саған дейінгі сенің басыңа келген жағдайды басынан өткізген ешбірі болған жоқ. Әрбірі қандай да бір қиындыққа, өзінің жаңағы дұшпандығына, басқалардың оның аяқтан шалуына тап болған дейді. Яғни басқалардың қастық, дұшпандық көрді барлығы дейді. Пайғамбарлардың барлығының өз халқынан жаңағыдай зәбір көргендігін айтады. Міне сені де тура солай өз халқың өзіңнің еліңнен қуып шығарады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол уақытта не істейді? Қатты күйзеліс, қатты бұны қайғырады, уайымдайды. Міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның күйзелісін, осы жердегі пайғамбарымыздың қатты қайғырғанын ғалымдар айтады. Бұл жердегі Алла тағаланың қасиетті еткен Мекке мекені, әрі пайғамбарымыздың сол жерде туып өскен жері, сонымен қоса атасы Исмайылдың бұл мекен еткен жері. Міне осы жерден ешқандай себепсіз өзінің қуылып шығатындығын, өзінің мекені, туған жерінен жаңағыдай ол жерде сыймастан, ол жердің халқы оны сол жерден кетіретіндігін ойлаған кезіндегі күйзелісі еді дейді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сол уақытқа дейінгі халі, сол уақыттағы халі оны ол жерден себепсіз қуып шығаруға себеп болатындай емес еді. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айналасымен, өзінің жан жағымен мәмілесі, оның көркем мінезі бәлки де оны қадірлеуге, оны құрметтеуге лайық еді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол Меккеден кеткеннен кейін де бұл Меккеге деген сүйіспеншілігі, сағынышы, Меккеге деген махаббаты сейілген жоқ. Бәлки де Мединаға барғаннан кейін де сахабалармен бірге отырып Меккеге деген сағынышын бірге отырып бөлісетін еді дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің туған жеріне сондай махаббатпен мәміле жасады. Енді қазақ халқында да бұл өзінің туған жеріне, еліне деген құрметі әрдайым болғанда, сол үшін де туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық деді. Әр уақытта өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігін білдіріп отыр. Міне қазақ халқы ешқашан өзінің жерін жауға хақсыз таптатқан жоқ. Әрдайым жанымен де, бұл маңдай терімен де елін қорғады, әрдайым ел үшін жанын бере білді. Сондықтан да елдің тыныштығы үшін ең азында дұға етіп тілеулес болуымыз, сол жолда әрекет қылуымыз біздерге отан алдындағы бір міндетіміз, борышымыз болып табылады екен. Сондықтан
отанды қорғау да әрқайсыларымыздың аманатымыз. Өйткені Алла тағала пайғамбарларды жіберген кезде адамдардың арасынан жіберді. Адамдардың арасынан өз араларына пайғамбар жіберді. Жіберілген пайғамбарлардың бәрі өз халқына Алла тағалаға дағуат етті. Алла тағалаға шақырды. Сол жерде мекен етті. Әрқайсылары өз халқын, өз жерін жақсы көрді. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда сондай қиын халде елінен кеткен болса да, ел үшін, өзінің жері үшін ешқандай жүрегінде жаңағыдай жек көруі болған жоқ. Бәлки де Алла тағаладан олар үшін амандық тіледі, олар үшін Алла тағаладан хидаят, тура жол тіледі, дұға етті. Сондықтан біздер де пайғамбардың жолы бойынша әрқайсыларымыз еліміз үшін әрдайым тілеулес бола білуіміз керек болады екен. Енді айтылғандай, елді қорғау әрқайсыларымыздың міндетіміз дедік қой. Себебі қазақта бұл отан деген нәрсені айтқан кезде, бұл отан бар елдің бір құрар отауы болады. Әр қазақ өзінің ұлтарақтай бір жері болса, сол жерінің амандығын тілеп, бұл білектің күшімен, найзаның ұшымен сол жерді қорғады. Бір ұлтарақтай жерін бақтым деп білді. Сондықтан да қазақта отан үшін отқа түс күймейсің, не болмаса бұл отан оттан да ыстық деген сияқты қанатты сөздерімен елдің арасында отанға деген сүйіспеншілікті дәріптеді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның да еткен дұғасына тұпа тура түседі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің дұғасында да былай деп дұға етеді: рибату яумин ва лайлатин хайрун мин сиями шахрин ва қиямихи. Мынау елді, жерді қорғау үшін күзетте тұрып, шекараны күзету бір күн, бір түн. Ол бір айлық ораза ұстаумен, түндерін құлшылықта өткізумен пара-пар болады деп. Сондықтан әрқайсыларымыз елді, жерді қорғау үшін әзір тұруымыз керек болады екен. Және де бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айнан ла тамассухума аннар. Екі көз бар, ол екі көзді ешқашан от, тозақ оты шарпымайды деді. Біріншісі айнун бәкат мин хошиятилла. Біріншісі Алла тағаладан қорқып, Алла тағаланы ойлап, бұл жырақта, жалғыздықта көз жасын төккен адамның көзі. Екіншісі болатын болса, ол бәтат ва айнун бәтат тахрусу фи сабилилла. Алла жолында елді шекарасын күзетіп, ұйқысыз өткен көз деді. Бұл екі көзді қияметте от шарпымайды, тозақ оты шарпымайды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Міне біздердің бұл батыр бабаларымыздың осы еткен еңбегімен біздердің осы уақытқа дейінгі тарихымыз бізге жетті. Біздердің мынау ұлттық дәстүріміз қалыптасып, осы күнге дейін біздерге жетті. Сондықтан біздерге осы нәрсені аманат ретінде қалдырды. Бұл ұрпақ алдындағы, әрі біздердің ата-бабаларымыздың алдындағы, Алла алдындағы үлкен міндетіміз. Бұл нәрсені әрқайсыларымыз сезінуіміз керек болады. Сондықтан да Алла тағала біздерді отан етіп, елімізді берді. Осы елдің тыныштығын, қадірін білуіміз керек болады екен. Өйткені қазақта сөз бар, мынау отан қадірін білмеген ел қадірін білмейді, өз қадірін білмейді дейді. Сонымен қоса, мына қазақта адам елінде көгереді, қоға көлінде көгереді деген сияқты бір әдемі сөздері бар. Біздердің ел болып қалыптасуымыз әрқайсыларымызға тікелей байланысты екен. Иншалла Алла тағала бұл күнге дейін ешбір пайғамбар немесе ешбір сахаба, осы күнімізге дейінгі біздің ата-бабаларымыз, ешбір ғалым, ешбір дана бұл елін ешқашан жаңағыдай жай барақат қалып, жауға қалдыра қоймаған.
әрқайсысы осы жолда жан беруге әзір тұр. Бұл пайғамбарлардың жолы, ата-бабаларымыздың біздерге қалдырған аманаты. Иншалла Алла тағала аманатқа берік болатын ұрпақтардан етсін, әрдайым еліміздің егемендігін дайым қылсын. Біздің Алла тағала қиямет қайымға дейін, жер тұрғанға дейін Алла тағала егемендігімізді мәңгілік етсін. Алла елімізге тыныштық заман берсін, халыққа ауызбіршілік, ынтымақ, татулық берсін. Еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақтасын. Әрдайым татулықта ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Амин. Аллаху акбар.